Мәктәп темасына қағылырға болдым. Үстім менде қазір. 10 ел болды түгел мәктәпін тәмамлағанға. Қазір енді міне қырына да башладым. Ир дерлік енді, екі бала атасы дегендей. Мындан 10 ел ілік түгел, Азына қайның 8-ші мәктәбін тәмамлаған едім мен. Оқытушылар мені мотор ғына ұзатып жіберді де 11-ші кластан бар деп. Қазір деп қаршы алған балалар. Ол тұрмыш шулай биттігі. Жүннәп оқымасаң мәктәптә, ятсыз да фәләнді түген. Қазір әзірәгіне әзмі көпме исімім бар. Все, мәктәпке кірген, оказывается, бүтінісінің яратқан оқушысы болғанмын. Шулай. Шоңа. Шақ қатасың енді. Дүния әлі бұлай, әлі тігілей бұра. Шыннан да шулай тігі. Мен өзімнің шершені оқытушысын еске түшірем енді. Ол гіл мені әрлейді. Дәріс башлана сразу қуып шығарай. Мен тігі шайартып отырай бедейін. Қызлар білән анда Сабиров бір дәріс әзірләп болмайсың бі. Шул жүләр болып қалырсың енді міне. Жүләр болып. Жүләрләнірсің өскәшті бар шығып таймынан да гіл қуып шығарай. Бастайыны башқа туқиды. Шул жүләр болырсың, жүләр болырсың. Қазір Оздақайға концертіне қойтсақ, шул жүләрні көріге деп ақша төлеп келе. Мен ол қызық енді, міне болашақта оптырайдым әнейіме. Ол классташлар ұшырашуынан қайтса, шундай қуанатланып қайта, аның қияфетін көрсәгістігі. Ой, олым шундай рәхат етіп отырдық деп. Мен оптырайдым, нәрсесі рәхат мекен аның деп. Ғұмыр бойы шушылар біле оқыда, анарызың ұшырашырға керек тағын. Ол мәктәпте оқығанда шулай ойлайдым. Әшіннан да өсәтішке шаңлайсың екен, үлкенлерінің тіге айталар бет бір көріші өзі бір ғұмыр деп. Ой, бұйыл көріштік бет классташлар білән ғұмыр болмағанны. Шундай рахат етіп отырдық малай. Вообще, өзгергеннер бүтінісі. Бүтін класста қыз балалаған. Малайлары аталанған анда. Өзі бізше яшшақларын еске түшіріп отырдық. Шол, міне достар, har bir кішінің бұла бет, міне болашақтан еріп келген нендейдір яратқан шиғыры, яйсе жыры, болашақтан есте қалған енді. Менің яратқан бір мәзәк бар, бәлкім көплеріңіз біләдір. Селим әлі бар бірді, çünkü болашақта сіңіп қалған енді ол меңа. Қазір башланғыш класста дәріс бара екен. Һәм оқытушы тақтаға yazып қойған, ғарафи сызық шапшық деп. Балаларға айта, балалар кім шушы сөзлерді хата таба, шоңа бишлі дей. Ең бірінші Сания, отличница қолын көтәрі екен. Опады, татар тілінде, ғарафи сөзінде, ғ харфіннен соң о yazылады, ғарафи. Әлі мен мұнда екінші хатада көрем апа. Ғарафи ол исім, ол зор харфтен yazылады. Молодец, Сания, бишлі деп айтады. Шынан соң екілі қапшығы Вәли де қолын көтәрі екен. Вәли, сен де хата таптың мұны. Әй, апады, айтып, қаралай бұлғаш. Апа, аның ғарафи зор бұлғаш, шапшығы да зордыр енді.